Бұл сабағымызда біз CapCut приложениесі арқылы видеоға текст жазу, музыка қою және анимациялар, переходтарды қалай жасау керек екенін үйренетін боламыз. Ол үшін біз CapCut приложениесіне кірдік. Новый проект дегенді басамыз. Дайын видео шаблондарды приложениеге жүктеп аламыз. Міне жүктеп алдық. Енді бетіне текст жазамыз. Міне араларында переходтарды қойып алайық. Бірінші түрлі переходтар бар. Міне осылай неше түрлі қылып жасауға болады. Трендтегі переходтар бар екен. Осылай. Осылай да жасауға болады. Кез келген біреуін қоя салайын мен. Өздеріңіз видео дайындаған кезде талғамдарыңызға, фантазияларыңызға сәйкес жасай бересіздер. Енді текст қоюды үйретейін. Текстке барамыз, добавить текст. Сәл жоғары қояйық. Так, ақ болып тұр екен, мен қазір түсін өзгертіп алайын. Жерге тойға шақыру деп жазайын. Төрт бүріштің үстін бассаңыздар, осы жазуды көшіретін болады. Сосын үстінен басып астына қоямыз. Мына жерге үйленетін қыз бен жігіттің атын жазайық. Енді мынаны жазуды әдемі қылу үшін тағы да үстінен басамыз. Стили дегенге барамыз. Шрифтке барамыз. Сосын осы жерде добавить шрифт деген бар. Менде алдын ала бұл приложениеге қазақша шрифттерді жүктеп алған болатынмын. Мен мынаны таңдаймын және мынаған да осыны таңдайтын боламын. Мынаны осылай астына түсірейік. Енді осыларға анимация қоямыз. Анимация дегенге барамыз. Ввод деген ол бізде кірген кездегі, және вывод деген ол шыққан кездегі. Қазір біз вводқа қалай шыққан кездегі анимацияны қоятын боламыз. Мына жерде анимацияның түрі өте көп. Кез келген біреуін көрсетейін. Мысалы осылай. Ввод, енді выводқа басқасын таңдаймыз. Мысалы мынаны. Мынағанда кез келген анимацияны таңдаймыз. Бізде бұл жерде анимацияның түрі өте көп. Ввод. Так, ввод. Енді осылай таңдадық. Енді мына жазуды біз соны осы жерге дейін апарамыз. Үстін бассаңыздар осылай азаяды, созылады және. Енді біз осы видеоға обложка жасасақ болады. Обложка деген карандаштың үстін бассаңыздар, обложка. Сосын суретті солға қарай жылжытамыз. Сол кезде міне осындай әдемі жазу пайда болады. Сохранить дейміз. Яғни біз бұл видеоны Инстаграмға жүктеген кезде міне осылай сақталып тұрады. Енді
Осы видеомыз әдемі болу үшін эффектті жасайық. Эффектіге барамыз. Эффект видео. Бұл жерде түрлі эффектілер бар. Міне. Бұның кез келгенін таңдалып жасауға болады. Мен бірақ өзім звезда деген эффектіні таңдаймын. Барлық видеоларыма осы эффектілерді қолданамын. Қазір көрсетейін. Мынаны қолданамын. Немесе осы жұлдызшаны қолданамын. Созвездие осының соңына дейін апарамыз. Енді мына жерде бізде Canva-ның жазуы, яғни логотипі тұр екен. Соны алып тастау үшін үстінен басып удалить дейміз. Мына келесі беттерге де осылай жаңағы добавить текст дей отырып осындай жазуларды жазасыздар. Енді біз осы видеомызға музыка қояйық. Ол үшін звукты басамыз. Звуки дегенге барамыз. Мына папканы басып, устройство дегенге барамыз. Осы жерде мен өзімнің алдын ала жүктеп алған музыкаларым тұр. Мен қазір біреуін таңдайын. Мысалы, Гүлнұр Оразымбетованың өлеңін тыңдауға болады. Өте нежный өлең, сондай. Енді бұл жерде бізде музыка ұзақ, ал видео қысқа, 29 секунд. Енді біз осы музыканы, дорожканы осы арқылы алып тастаймыз. Мына жерде разделить дейміз, сосын удалить деп алып тастаймыз. Енді музыка осы жерде бізде тез аяқталып қалмас үшін, жай біту үшін осылай дорожканы үстінен басып, яғни музыканың осылай үстінен басып, мына жерде выцветание дегенге барамыз, затемнение, осветление дегенге барамыз. Енді қазір көрсетейін, соңында қалай аяқталатынын. Міне қазір. Осылай аяқталады. Енді видеомыз дайын. Экспорт дегенді басамыз. Видеомыз жүктеліп жатыр. Галереяға түседі. Готовы дейсіздер.